Сәлем достар, бүгін сіздермен переводчикпен қалай жұмыс жасауды және Pindodo'ның бастапқы бетіндегі 5 функциямен таныстырып өтемін. Ең бірінші бізге переводчикті жүктеу қажет. Ол үшін Play Marketке немесе App Store'ға кіріп, переводчик деп жазамыз. Переводчик деп жазғаннан соң, ең бірінші тұрған переводчикті емес, дәл осы мен көрсеткен переводчикті установить етеміз. Егер сізде алдын тартылған болса, оны обновить етуге болады. Тартылмаған болса, установить деп басамыз. Жүктелген соң, открыть батырмасын басып, переводчикке өтеміз. Бұл переводчиктің негізгі беті. Осы жерде стрелканы басу арқылы бізге екі тілді айналдырып, аудара беруге болады. Осы жерде бірінші голосовоймен іздеуге болады, және сөйлесу арқылы, және камера арқылы іздеуге болады. Қытай сайттармен жұмыс жасағандықтан ең басты ескеретін нәрсе бізде бұл жерде китайский упрощенный дегенді таңдау. Біз осы жерге қалаған өзіміздің тілімізді таңдаймыз, сол жерде бізде китайскийді таңдағанда екі вариант шығады. Китайский упрощенный немесе традиционный. Біз традиционныйды емес, упрощенныйды таңдаймыз. Өйткені бізге перевод жасаған кезде түсінікті Китайдың сол тілі болады. Переводчикпен жұмыс жасаудың ең ыңғайлы түрінің бірі осы екі телефон арқылы. Яғни біреуінде переводчик болады, екіншісінде сайт болады. Бірінші телефонмен переводчиктің камерасын ашамыз, екінші телефонмен қолымызға ұстап тұрып, экранға жақындатып, сайтқа кіреміз. Сол арқылы біз барлық бетті оңай аудара аламыз. Кез келген товарды осылай тез өзімізге қажетті товарды аударып таңдауға болады. Барлығын осы жерде қазақшаға аударып беріп тұр, барлығы түсінікті. Егер сізде екі телефонмен жұмыс жасауға мүмкіндік болмайтын жағдайда, сіз дәл осы бетті скриншоттап, галереяға сақтап аласыз. Соны переводчикқа алып келіп, осылай кез келген сөзді өзіңізге қажеттісін үстін басу арқылы, белгілеу арқылы, осылай қазақшаға аударып алуға болады. Pindodo'ға кіргендегі бастапқы 5 функция. Ең бірінші функция домиктің белгісі. Ол біз, мысалы, алдыңғы қандай товарлар көргеніміз есімізден шығып кетеді ғой. Сол батырманы бассақ, біздің қандай товарды көргеніміздің барлығы көрсетіліп тұрады. Екінші функция бұл тікелей эфир арқылы товар сату деп айтылады. Бұл жерде магазиннің сатушылары өзінің товарларын тікелей эфир арқылы сатады. Біз сол арқылы живой товарларды көріп, сатып алсақ та болады. Үшінші тұрған функция, яғни қазір қызыл иероглифтермен жазылып тұр, негізі бұл жерде категориялар тұрады. Бірақ ол 12-де 12, 11-де 11 акциялармен, түрлі акциялармен өзгеріп отырады. Төртінші тұрған функция бізде таңдаған товарымыздың продавецпен сөйлесу. Ал бесінші смайликтің белгісі тұрған бұл біздің профиліміз. Және ең негізгі бетте осы профиль болып саналады. Достар, ақпарат пайдалы болса достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар және каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өйткені алда барлық Pindodo'ның фишкаларын салатын боламын.